Құдайға шүкір, қазақ батырлардан кенде емес. Солардың бірі жоңғар жауларымен жанайымай шайқасқан Киікбай батыр. Киікбай батыр Байқарұлының 3000-нан астам ұрпағы Қазақстан, Монғолия, Қытай, Германия және өзге де мемлекеттерде өмір сүріп жатыр. Олар жоңғарларға қарсы күресте осы біздің өңірде ақтық демі қалғанша шайқасқан баһадүр бабаларының рухын асқақтатып жүр. Бұл мазар кешені тарихи ескерткіштер қатарына енгізілді. Кейінгі толқын ұрпақтың санасын жаңғыртып, келген туристерге көрсететін орынға айналады, деді Атбасар ауданының әкімі Аманбек Қалжанов. Салты сүйген бірі едім, тек тұлдың, елім қолдап сайран салып көп күлдім. Атбасардың қос қуаныш тойына Жетісудан желде есіп кеп тұрмын. Мазардың сыртына 24 метр шарбақ орнатылды. Оның кірпіш қақпасы 4 метр. Төңірегіне жарық тартылды. Ол күн энергиясынан қуат алады. Киікбай батыр туралы Калар Әмірқызы деген жергілікті өлкетанушының қиылған ғұмырлар, өзендер өрнектеген өлке, басқа да кітаптарда ұрпақтарының аузымен жеткен. Осы мынау Атбасар қаласының биыл 175 жылдығы. Осы Атбасар қаласының 150 жылдығына орай осы жерде мына мазар дөңгелек көтерілген 22 метрлік периметр. Сол ұрпақтарының, Киікбайдың ұрпақтарының бастамашылығымен Атбасар ауданы әкімдігінің қолдауыменен осы 175 жылдыққа орай осы кесенені көтерейік деген сондай бастама көтерілген. Осы мына пандемияға қарамай 2 айдың жүзінде осы аяқталып, бүгін сол ашылуын жасап отырмыз. Әлем қазақтары қауымдастығы осындай игілік істердің ұйытқысы болып келеді. Бұл қуанарлық, құптарлық іс. Сонау алды Америка, арты Түркияда, Монғолия, Қытай, басқа да елдерде жатқан ұрпақтары жаңағы осы батыр бабасының кесенесін жаңартуға қаржы жинап, мынау елбасының, ел президентінің рухани жаңғыру жолындағы жақсы игі бастамасына үлкен серпін беріп, сеп болып, соған септігін тигізген бір жақсы шара болды. Қаржысын жинап, мына бабасының басын көтеріп, бүгін Құран оқытылып, осындай бір үлкен игі шара атқарып жатыр. 1693 жылы дүниеге келіп, 1741 жылы небары 48 жасында Атбасар өңірінде жоңғарлармен шайқаста мерт болған Киікбай батыр Байқарұлы бабамыздың рухы асқақтай бермек. Қалымбек Мұхамеджанов, Ермек Махметов, Жахангер Мұхамбетов, арнайы Көкше ақпарат үшін Атбасар ауданынан.